Егер сіз қазір өз ағзаңыздың ішінде оны баяу әлсіретіп жатқан нәрсе бар екенін білсеңіз, бір сәтте күтпес едіңіз. Мен бұл туралы жайдан жай айтып отырған жоқпын. Көп жылдық тәжірибемде талай адамның өз денесіне қалай зиян келтіріп жүргенін өз көзіммен көрдім. Біз Рамазан айын рухани тазару уақыты деп айтамыз. Жүрегімізді тазартуға тырысамыз. Бірақ көбіне өз ағзамыздың үнін естімей қаламыз. Шын мәнінде ораза ағзаны қинау емес. Керісінше, оған демалуға мүмкіндік беру. Қазір сізге бір маңызды нәрсені айтқым келеді. Бұл тек медицина туралы әңгіме емес. Бұл өз денеңізді түсіну туралы әңгіме. Менің алдыма жыл сайын ораза кезінде әлсіреп, шаршап, түрлі шағыммен келетін адамдар көп болады. Солардың тағдырынан бір маңызды нәрсені байқадым. Адам баласы көбіне денесін уақытша нәрсе сияқты көреді. Бірақ шындық басқаша. Дене бізге берілген аманат. Біз үйіміздің төбесінен су ағып тұрса, бірден жөндеуге тырысамыз. Ал ағзамыз белгі берсе, көбіне оны елемей жүре береміз. Беліміз сыздаса, өзі өтеді дейміз. Басымыз айналса, шаршадым деп қоя саламыз. Бұл өзімізді алдау. Денсаулық бізге берілген ең қымбат байлық. Егер сіз құлап қалсаңыз, бүкіл отбасыңыз соны сезінеді. Сондықтан өз денеңізге жауапкершілікпен қарау тек өзіңіз үшін емес, жақындарыңыз үшін де маңызды. Ораза бұл ағзаны қинау емес. Керісінше, ол 11 ай бойы үздіксіз жұмыс істеген ағзаға ем алуға мүмкіндік береді. Бірақ өкінішке қарай көп адам дәл осы жерде қателеседі. Күні бойы тамақ ішпегеннен кейін, кешке дастарханға отырып, асқазанға ауыр тағамдарды бірден көп мөлшерде жүктейді. Ал ағза оған дайын болмайды. Сондықтан бүгін мен сізге оразаның көп айтылмайтын, бірақ өте маңызды бірнеше құпиясын айтып бергім келеді. Бұл кеңестер менің көп жылдық тәжірибемде көрген жағдайларға негізделген. Егер осы видеоны соңына дейін тыңдасаңыз, мүмкін сіз өз ағзаңызға мүлде басқаша көзқараспен қарай бастайсыз. Бір күні менің қабылдауыма қатты шаршаған бір ер адам келді. Жасы 50-лер шамасында. Отырған бойда ол маған бір сөз айтты. Соңғы уақытта өзімді танымай жүрмін. Бұрынғыдай күш жоқ. Кейде бір жерім сыр беріп қалама деп қорқамын деді. Оның даусында жасырын уайым бар еді. Мен одан күн тәртібін сұрадым. Ол әңгімесін баяу бастады. Мен әрқашан өзімді мықтымын деп ойлайтынмын. Таңертең ерте тұрамын. Күні бойы жұмыста жүремін. Аш жүргенде кешке дастарханға отырып жақсылап тамақтанамын. Кейде майлы тамақ та болады, кейде тәтті де жеймін деді. Басында бәрі қалыпты сияқты көрінді. Бірақ біраз уақыттан кейін ағзасы белгі бере бастаған. Алдымен асқазанда ауырлық сезімі пайда болған. Кейде күйдіргендей болады. Кейін қабырға тұсында жайсыздық сезіле бастаған. Бірақ ол оған мән бермеген. Ер адамдарға ондай нәрсе бола береді деп ойлаған. Сосын теледидардағы жарнамадан көрген бір таблетканы ішіп жүре берген. Бірақ ағза бәрін есте сақтайды. Бір күні кешке ол әдеттегідей дастарханға отырған. Күні бойы тамақ ішпегеннен кейін суық сусын ішкен. Артынша ауыр тағам жеген. Бірнеше минуттан кейін өзін жайсыз сезіне бастаған. Тынысы тарылып, маңдайынан суық тер шыққан. Сол кезде ғана ол ойланып қалған. Мен ағзама тым ауыр жүк салып жүрген жоқпын ба деген сұрақ пайда болған. Сол күннен кейін ол тексерілуге шешім қабылдаған. Маған келгенде ол бір нәрсені түсіне бастаған еді. Адамдар көбіне денсаулықты таусылмайтын ресурс деп ойлайды. Бірақ бұл олай емес. Ағза өте ақылды жүйе. Ол бізге әрдайым белгі береді. Бірақ біз сол белгілерді тыңдай бермейміз. Ораза осы белгілерді қайта естуге мүмкіндік беретін ерекше уақыт. Бұл кезеңде ағза біраз тыныштық алады. Ішкі жүйелер өз жұмысын реттеуге мүмкіндік табады. Бірақ бұл тек бір шарттан ғана болады. Егер біз оразаны дұрыс ұстасақ. Өкінішке қарай, көп адам дәл осы жерде қателеседі. Күні бойы аш жүргеннен кейін кешкі тамақты өте ауыр етеді. Асқазан бірден көп тағамды қабылдауға мәжбүр болады. Ал бұл ағзаға қосымша жүктеме береді. Сондықтан мен әрқашан бір қарапайым нәрсені айтамын. Ораза бұл ашығу емес. Бұл ағзаға тәртіп беру. Ал тәртіп бар жерде ғана дене жеңілдей бастайды. Сол кісімен біз біртіндеп оның тамақтану әдетін өзгерттік. Ең алдымен ол ағзасын тыңдауды үйренді. Тамақты асықпай жеуді бастады. Су ішуді дұрыс реттеді.
Bir neçe haftadan keyin ол маған қайта келді. Бұл жолы оның жүзінде басқа көңіл күй бар еді. Қазір өзімді әлдеқайда жеңіл сезінемін деді. Ең бастысы, ол өз ағзасының тілін түсіне бастаған. Ал бұл денсаулықтың ең маңызды қадамы. Көп адам осыны кеш түсінеді. Ал шын мәнінде бәрі қарапайым нәрседен басталады. Ораза кезінде ағзаңызға қалай қарағаныңыздан. Енді ораза кезінде көп адам білмейтін, бірақ ағза үшін өте маңызды бірнеше қарапайым ережеге тоқталғым келеді. Бұл күрделі ережелер емес, бірақ оларды сақтасаңыз, ағзаңыз оразаны әлдеқайда жеңіл өткізеді. Бірінші ереже – су ішу мәдениеті. Көп адам ауыз ашқанда бірден өте суық су немесе газдалған сусын ішеді. Күні бойы шөлдеген соң салқын су бірден жақсы әсер бергендей көрінеді. Бірақ асқазан үшін бұл оңай емес. Күні бойы тыныш күйде тұрған асқазанға бірден мұздай су түссе, ол қысылып қалады. Ас қорыту жүйесі бірден іске қосылуға дайын болмайды. Сондықтан ауыз ашқанда суды асықпай, аз мөлшерде, бөлме температурасына жақын күйде ішкен дұрыс. Бұл асқазанға жұмсақ әсер етеді. Екінші ереже – тамақты бірден көп жемеу. Күні бойы аш жүргеннен кейін дастарханға отырып, бәрін бірден жегіңіз келуі мүмкін. Бұл қалыпты сезім. Бірақ дәл осы жерде ағзаға ең үлкен жүктеме түседі. Асқазан бірден көп тағамды қорытуға мәжбүр болады. Сондықтан ең дұрыс тәсіл тамақты аз мөлшерден бастау. Алдымен жеңіл тағам, содан кейін біраз уақыт өткен соң ғана негізгі тамақ. Осылай асқазан біртіндеп жұмысқа қосылады. Үшінші ереже – қарапайым тағамдарды таңдау. Ораза кезінде өте майлы немесе тым ауыр тағамдарды көп жеу ағзаны шаршатады. Ал қарапайым, жеңіл дайындалған тағамдар ағзаға әлдеқайда оңай сіңеді. Мысалы, жеңіл сорпа, көкөніс қосылған тағамдар, немесе баяу қуат беретін ботқалар. Мұндай тағамдар ағзаға ұзақ уақытқа күш береді. Сондықтан күні бойы өзіңізді жеңіл сезінесіз. Оразаның басты мәні ағзаны шамадан тыс жүктемеу. Көп адам оразаны тек аш жүру деп түсінеді. Бірақ шын мәнінде ол ағзаның ішкі тәртібін қалпына келтіруге көмектесетін уақыт. Егер осы қарапайым ережелерді сақтасаңыз, сіздің денеңіз бұл кезеңді әлдеқайда жеңіл қабылдайды. Ең бастысы ағзаңыздың сигналдарын тыңдау. Себебі ағза әрқашан бізге не қажет екенін айтып тұрады. Тек біз соны байқап үйренуіміз керек. Келесі бөлімде мен тағы бір маңызды нәрсені айтып беремін. Көп адам ораза кезінде байқамай жіберетін бір қателік бар. Ал дәл сол қателік кейде шаршау мен әлсіздікке себеп болады. Енді ораза кезінде көп адам байқамай жіберетін тағы бір маңызды нәрсе туралы айтайын. Бұл қозғалыс. Кейбір адамдар ораза кезінде мүмкіндігінше аз қозғалып, күні бойы тынығуға тырысады. Олар осылай күшін сақтап қаламын деп ойлайды. Ал кейбіреулер керісінше бұрынғыдай ауыр жұмысын жалғастыра береді. Екі жағдайда ағзаға бірдей қолайлы емес. Ағза ораза кезінде басқа режимде жұмыс істейді. Сондықтан оған кепетендік қажет. Жеңіл қозғалыс ағза үшін өте пайдалы. Мысалы, кешкі тамақтан кейін аздап баяу серуендеу, немесе таза ауада бірнеше минут тыныш жүру. Мұндай қозғалыс ас қорыту жүйесіне көмектеседі, қан айналымын жақсартады, ағзаға жеңілдік береді. Бірақ ауыр жүктемеден аулақ болған дұрыс. Тағы бір жиі кездесетін қателік ұйқы тәртібін бұзу. Ораза кезінде адамдардың күн тәртібі өзгеріп кетеді. Кейбірі кешке дейін ояу жүреді, ал кейбірі түнде дұрыс демалмайды. Ал ағза үшін тұрақты ұйқы өте маңызды. Дене толық демалған кезде ғана қалпына келу процесі дұрыс жүреді. Сондықтан мүмкіндігінше ұйқыға жеткілікті уақыт бөлуге тырысу керек. Тағы бір маңызды нәрсе бар. Кей адамдар ораза кезінде өз ағзасына күмәнмен қарай бастайды. Мен әлсіз болып қалдым ба, немесе неге бұрынғыдай күш жоқ деп ойлайды. Бірақ көбіне мәселе әлсіздікте емес. Мәселе ағзаның жаңа режимге бейімделуінде. Бірнеше күннен кейін дене бұл тәртіпке үйрене бастайды. Сол кезде адам өзін әлдеқайда жеңіл сезінеді. Мен басында айтқан кісі де дәл осындай кезеңнен өтті. Алғашында оған қиын болды. Бірақ біртіндеп ол ағзасын тыңдауды үйренді. Тамақтану тәртібін өзгертті. Су ішу әдетін түзетті. Кешкі уақытта аздап серуендеуді бастады. Бірнеше аптадан кейін оның жағдайы айтарлықтай жақсарды. Ең қызығы, ол тек денесін емес, ойлауын да өзгерткенін айтты. Бұрын мен денсаулықты өздігінен болады деп ойлайтынмын. Ал қазір оның
күтімді қажет ететінін түсіндім деді. Бұл өте маңызды түсінік. Өйткені денсаулық кездейсоқ пайда болмайды. Ол күн сайын жасалатын қарапайым әрекеттерден құралады. Ораза сол әрекеттерді қайта қарауға берілген ерекше мүмкіндік. Адам өз өміріне сырттан қарап, нені өзгерту керек екенін түсіне алады. Ал енді ең маңызды нәрсеге тоқталайын. Ораза тек дене үшін ғана емес, адам ойы үшін де үлкен тәртіп мектебі. Бұл уақыт бізге сабырды, ұстамдылықты және өзімізді бақылауды үйретеді. Ал осы қасиеттер адамның өміріндегі көптеген нәрсені өзгертеді. Сондықтан оразаға тек аш жүру ретінде қарамаңыз. Оны өз ағзаңызды түсінудің мүмкіндігі ретінде қабылдаңыз. Сонда бұл уақыт сізге шын мәнінде пайдалы болады. Сонымен ең маңызды нәрсені тағы бір рет еске салуым келеді. Ораза ағзаны әлсірету үшін берілген уақыт емес. Керісінше, бұл ағзаға тыныштық беретін, оны ретке келтіретін ерекше кезең. Бірақ оның пайдасын көру үшін біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Ағзаға құрметпен қарау қажет. Көп жылдық тәжірибемде мен бір нәрсені анық байқадым. Адамдар көбіне денсаулық туралы тек қиындық сезінген кезде ғана ойлана бастайды. Ал денсаулықты сақтау ол күн сайын жасалатын қарапайым әдеттерден басталады. Су ішу тәртібі, тамақты асықпай жеу, ағзаны шамадан тыс жүктемеу, қозғалыс пен демалыстың тепе-теңдігін сақтау. Осындай қарапайым нәрселер уақыт өте үлкен өзгеріс береді. Басында айтқан кісі де осыны түсінді. Бірнеше ай өткеннен кейін ол тағы бір рет қабылдауыма келді. Бұл жолы ол мүлде басқаша көрінді. Жүзінде тыныштық бар еді. Мен бұрын өз денемді тыңдауды білмеппін деді. Қазір кішкентай өзгерістердің өзі қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Бұл сөздер мен үшін өте маңызды. Өйткені адам өз ағзасын түсіне бастағанда өмірі де өзгере бастайды. Ал ораза дәл осыны үйренуге берілген ерекше мүмкіндік. Бұл уақыт бізге бір сәт тоқтап, өзімізге қарауға көмектеседі. Күнделікті асығыс өмірде біз көп нәрсені байқамай кетеміз. Ал ораза соларды қайта ойлануға мүмкіндік береді. Егер сіз осы кезеңде ағзаңызға мұқият қарасаңыз, ол сізге міндетті түрде жауап береді. Өзіңізді жеңіл сезінесіз. Күшіңіз біртіндеп қалпына келеді. Ең бастысы, денеңізбен үйлесім табасыз. Сондықтан ораза кезінде өзіңізді қинамаңыз. Керісінше, ағзаңызға көмектесуге тырысыңыз. Жеңіл тамақтаныңыз, суды дұрыс ішіңіз, қозғалысты ұмытпаңыз. Және ең бастысы, өз ағзаңыздың сигналдарын тыңдаңыз. Өйткені денсаулық бізге берілген ең үлкен аманат. Оны сақтау әр адамның өз қолында. Алла тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Шаңырақтарыңызға амандық, жүректеріңізге тыныштық берсін. Денеңіз сергек, өміріңіз берекелі болсын. Жақындарыңыздың қуанышын көріп, ұзақ жылдар бойы аман жүріңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын.